Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 71-ші сабақ бас әріппен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, ережені есімізге түсірейік. Адамның аты жөні бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Досан, Әсем, Нұржанұлы. Жер су аттары бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Алатау, Тараз, Жетісу, Семей, Іле. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріппен басталып жазылады. Ақтөс, Мойнақ, Байшыбұр. Балалар, әрқашанда сөйлемнің басында болсын, немесе соңында болсын, ортасында болсын, адамның аты жөні, жер су аттары, үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар әрқашанда бас әріппен басталып жазылады. Балалар, бірінші жаттығуға қарайықшы. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Нұрсұлтан мен Алматы. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұрсұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жанаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұрсұлтан мен Алматы. Авторы Серікбай Оспанұлы. Балалар, бұл жерде жер жанаты дегеніміз ең көрікті жанға жайлы жерді айтамыз. Балалар, өлең не туралы айтылған екен? Дұрыс айтасыңдар. Нұрсұлтан және Алматы қалалар туралы айтылған екен, Балалар, өлеңде аталған қалалар туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Нұрсұлтан қаласы ол Қазақстан Республикасының солтүстігінде орналасқан. Қазіргі Нұрсұлтан қаласының атауы өзгеріске енді, Астана қаласы болды, балалар, Жақсы. Ол Қазақстан Республикасының бас қаласы, астанасы. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ал Алматы қаласы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан әсем қала. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болатын болса, балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу: сөйлемдерді оқып, жер су аттарын теріп жаз. Балалар, Жәнібек Нұрсұлтанда тұрады. Жер су атауы бар ма? Дұрыс айтасыңдар. Нұрсұлтан, яғни ол қаланың атауы, балалар. Нұрсұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Жер су атауы бар ма, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Есіл, ол өзеннің атауы, балалар. Ол демалыста Атырауға барды. Жер су атауы бар ма, балалар? Атырауға. Қаланың атауы. Жақсы. Келесі: Жайық өзені қаланы екіге бөліп тұр. Жайық. Келесі: адамдар өзеннен көпір арқылы өтеді. Балалар, бұл сөйлемде жер су атауы бар ма? Жоқ екен, балалар. Жақсы, балалар. Енді, балалар, Нұрсұлтан, Есіл, Атырау, Жайық сөздері не себепті бас әріппен жазылады? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені ол жер су атаулары екен, балалар. Жақсы. Келесі, үшінші жаттығуға қарайық. Берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айт дейді, балалар. Сөздерді оқиықшы. Қала. Қала деген сөз ол қаланың атауы бола алады ма? Жоқ, бола алмайды екен, Жақсы. Тараз. Қаланың атауы. Жақсы, жарайсыңдар. Ауыл. Ауылдың атауы емес қой, балалар, Келесі: Семей. Қаланың атауы екен, жарайсын. Қарағанды. Қаланың атауы. Ал Марғұлан. Ол адамның аты, қаланың атына жатпайды. Іле. Ол өзеннің атауы. Ақтау қаланың атауы. Неліктен олар бас әріппен жазылған, балалар? Себебі, балалар, Тараз, Семей, Қарағанды, Ақтау ол қаланың атауы. Сол себепті де олар бас әріппен басталып жазылған. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.